Натрий гидроксиді күшті негізге жатады. Себебі ол сулы ерітіндіде толығымен диссоциацияланып, гидроксид иондар түзеді. Күшті негіздердің мысалына сонымен қатар калий гидроксиді, магний гидроксиді және кальций гидроксиді жатады. Магний және кальций гидроксидтері суда нашар еритіндігіне қарамастан, оларды күшті негіздер қатарына жатқызуға болатындай, гидроксид иондардың жеткілікті концентрациясын түзеді. Екі гидроксил тобы бар негіздер тек бір сатыда диссоциацияланатынына назар аударыңыздар. Аммиак молекуласының құрамында гидроксил тобы болмаса да, ол негіз ретінде жіктелген. Аммиак сумен әрекеттесіп гидроксид иондар түзеді. Сондықтан Арениустың анықтамасы бойынша ол негізге жатады. Аммиак аз дәрежеде ғана диссоциацияланады. Сондықтан ол әлсіз негізге жатады. Әдетте негіздердің ащы дәмі болады. Егер асқазан жайсыздығын сезінгенде магний сүтін қолданған болсаңыз, бұл дәм сізге таныс болуы керек. Оның ащы дәмі магний сүтіндегі магний гидроксидінің әсерінен болады. Негіздер ұстағанда немесе жанасқанда тайғақ болады. Концентрациясы жоғары негіз ерітінділері теріні тітіркендіреді. Барлық негіздер электролиттер, себебі олар суда иондарға диссоциацияланады. Негіз ерітіндісінде лакмус көк түске боялады. Негіз ерітіндісінің бір тамшысы индикатор қағазын қою көк түске бояйды. Бірінші топ металдарының гидроксидтері өте күшті негіздер. Олар суда жақсы еритін ақ түсті ұнтақтар болып келеді. Натрий гидроксиді көптеген жуғыш заттардың мысалы пеш жуғыштар, құбыр тазартқыштар құрамына кіреді. Магний және кальций гидроксидтерінің суда ергіштігі төмендеу. Олар металл мен гидроксид иондардан тұратын иондық қосылыстар болғандықтан иондарға бір сатыда диссоциацияланады. Кальций гидроксидінің сулы ерітіндісі сөндірілген әк кірпіш жасауға қажетті цемент ерітіндісін жасауда қолданылады. Аммиак өткір иісті газ, ол суда жақсы ериді. Аммиак сумен әрекеттесіп гидроксид аниондар түзетіндіктен ол негіздерге жатқызылады. Аммиак терезе тазартқыш және басқа да тазартқыш сұйықтықтардың құрамында болады. Негіздер көптеген металл тұздарымен реакцияға түсіп, ерімейтін металл гидроксидінің тұнбасын түзеді. Мысалы, натрий гидроксидінің никель сульфатымен әрекеттесу нәтижесінде никель гидроксидінің жасыл тұнбасы түзіледі.